Баршаңа сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мектепке арналған шаш үлгілерін көрсететін боламын. Мектепте оқитын қыздарға бұл видео пайдалы болады деп ойлаймын. Ендеше бастайық. Менің инстаграмда хит болған прическаны бірінші көрсетейін. Оны көп қыздар менің түсіруімді сұраған еді. Ендеше содан бастайық. Қандай да прическа жасамас бұрын ең алдымен шашты тарау керек. Сондықтан бірінші тарап аламыз. Маған қазір аздап қиындау болады, себебі мен телефоннан басқа қарайтын жерім жоқ, яғни айналып келмеппін, сондықтан барынша әдемілеп шығаруға тырысамын. Ең бірінші шаштың кішкене бөлігін алып, оны қарапайым үш өрім қылып өреміз. Және де төмен түскен сайын бір-бір бөліктен алып, шашқа қосып отырамыз. Французша шаш өрім сияқты болады. Видеода дұрыстап түсіндіріп көрсете алдым деп ойлаймын. Шаш бөліктерін соңына дейін алмаймыз, жартысынаға дейін алатын боламыз, содан кейін арғы жағын қарапайым үш өрімменен өріп жібереміз. Міне екінші жағында дәл осылай өреміз. Ендігі кезекте ортада қалған шашымызды екіге бөлеміз және сол жақтағын оң жаққа, оң жақтағы шашты сол жаққа қарай жібереміз, яғни видеодан көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы екіге бөлінген шашпенен жыланша шаш өрімін өреміз. Не болмаса бұны арпа шаш деп тағы да басқа да атайды. Яғни екі жақтан бір-біріне шаш жіберіп отырып, жыланша өрімді өреміз. Осы сәтте өрілген шашқа тағылған резинкамызды алып тастасамыз да болады. Енді өрілген шашқа кішкене көлем беріп, осылай тартып қоямыз. Сәлем! Болды, осымен шаш үлгі дайын. Видеода қиын болып көрінгенмен негізінде оңай. Ал енді екінші прическа. Бірінші шаш үлгідегі бастапқы екі өрімізді қалдырамыз да артқы шаштарды буып тастаймыз. Одан кейін видеодағыдай шашты ортасынан өткіземіз. Әдемі болып тұру үшін кішкене шаштарды осылай шығарып қоямыз. Енді осы екі шетіндегі өрімдерді ортасынан өткіземіз. Сіздер қолдарыңыздан келгенше қара резинка тағыңыздар, менікі сияқты түрлі түсті болып тұрмасын. Егер де ұзын кекілдеріңіз болса, алдарыңызға шығарып қойсаңыздар болады. Менің ойымша өте әдемі шаш үлгісі шықты, сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Үшінші прическада шаштың алдыңғы жарты бөлігін алып, буып қоямыз. Алдыңғы шаш үлгісі секілді, бұны да шаштың ортасынан өткізіп жібереміз. Әдемі көріну үшін шашты осылайынан шығарып, көлем беріп қоямыз. Сіздердің мектептеріңізде шаш жаюға рұқсат болса, онда осылайынан да жүре берулеріңізге болады. Ал біз әрі қарата кеттік, енді қалған бөлігін алып, оны да буып қоямыз. Және оны тағы да шаштың ортасынан өткізіп жібереміз. Осымен өте оңай шаш үлгіміз болды. Бағана айтқанымдай, қара түсті резинка қолдансаңыздар, бұдан да әдемі прическа шығады. Видеода мен сіздерге мектепке арналған үш оңай шаш үлгісін көрсеттім. Бұл видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер осы видеоны лайк қойып, комментарийге қандай шаш үлгісі сізге ең көбірек ұнағандығын жазып кетіңіз. Каналға тіркеліңіздер, сонымен қатар колокольчикті басып қойыңыздар, себебі менің жаңадан шыққан видеоларым сіздерге бармай қалуы мүмкін. Сондықтан колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, пока.